сізді түні бойы көзілдірмейтін не? Терең ойлар ма? Келе жатқан үлкен сапар туралы толқулар ма? Әлде аяқталмаған жұмыс, емтихандар, қорқынышты отбасылық жиналыс? Қайсысы? Көп адамдар үшін стресс уақытша, себебі оны туындатқан мәселе тез арада шешімін табады. Сіздің ұйықтай алмай жүрген себебіңіз осы стресс болса ше? Бұл соңы көрінбейтін әлемде ең жиі кездесетін ұйқы бұзылуының түрі инсомнияның, яғни ұйқысыздықтың тамыры. Негізінде ұйқы кез келген себептен бұзылуы мүмкін. Құрылдайтын серігіңіз, физикалық ауырсыну немесе эмоционалды күйзеліс. Ал сағат белдеулерін ауыстыру сияқты себептерден сіздің ұйқы кестеңіз бен биологиялық сағатыңыз бұзылуы мүмкін. Алайда көп жағдайда ұйқының бұзылуы қысқа мерзімді. Ақыр соңында бәріміз де шаршаймыз. Дегенмен, тыныс алудың бұзылуы, асқазан ішек аурулары сияқты көптеген хроникалық аурулар шаршаудан да асып түседі. Осылайша сіздің копилкаңызға ұйқысыз түндер жинала береді, ал жатын бөлме тынышсыз түндердің орнына айнала бастайды. Ұйқы уақыты жақындаған сайын инсомниктер стресске түседі. Осылайша, олардың миы күйзеліске қарсы жүйені бастап, денені күрес немесе мұздату химикаттарымен толтырады. Кортизол және адренокортикотропты гормондары қан ағымымен жүреді. Жүрек соғу жиілігі мен қан қысымын жоғарылатады, және аса қатты сергектік гиперарозия пайда болады. Осы жағдайда ми кез келген ыңғайсыздықты немесе түнгі шуды елемеуге мүмкіндік бермейтін ықтимал қауіп-қатерлерді іздейді. Сөйтіп, инсомниктер ақыр соңында ұйқыға батқанда олардың ұйқысының сапасы бұзылады. Біздің миымыздың негізгі энергия көзі бұл бас сүйегіндегі глюкоза, және тыныш ұйқы кезінде біздің метаболизм осы глюкозаны өндіруді баяулатады. PET зерттеулері бойынша ұйқы қашыратын адреналин оған қоса метаболизмді тездетеді екен. Ұйқы кезінде олардың денелері миға қуат беретін глюкозаны пайдаланып, артық жұмыс істейді. Сапасыз ұйқыдан кейін инсомниктер шаршап, түсініксіз, стрессті қалыпта оянады. Осы процесс қайталана береді. Осы стресс пен ұйқысыздықтың циклы бірнеше айға созылғанда, ол хроникалық инсомнияға айналады. Инсомния сирек өлімге әкелсе де, оның химикалық механизмдерінің адамға әсерлері депрессия мен мазасыздық тудыратын симптомдарға ұқсас. Сондықтан осы үшеуінің қайсы біріне шалдығатын болсаңыз, басқа екеуінің пайда болу ықтималдығы жоғарылайды. Сәтімізге орай, ұйқысыздық циклын бұзудың жолдары бар. Аса қатты сергектікке жетелейтін стрессті жеңу ұйқысыздықтан арылудың ең жақсы тәсілдерінің бірі, ал тыныш ұйқы режимді дұрыстауға көмектеседі. Гиперарозия кезінде қауіпті азайту үшін жатын бөлмеңіздің қараңғы және жайлы екеніне көз жеткізіңіз. Тек төсегіңізде ұйықтауды әдетке айналдырыңыз. Ал егер тынышсызданып жатсаңыз, жатын бөлмеден шығып, өзіңізді оқу, медитация немесе күнделік жазу секілді босаңсытатын әрекеттермен шаршатыңыз. Тынығу және ояну уақыттарын белгілеу арқылы метаболизміңізді жақсартып, биологиялық сағатыңызды реттеуге болады. Бұл сағат циркадиан ритмі, жарыққа да сезімтал келеді. Сондықтан да денеңізге ұйқы уақыты келгенін білдіру үшін жарықтың бәрін өшіруді ұмытпаңыз. Осы ұсыныстарға қоса кейбір дәрігерлер ұйықтататын дәрі-дәрмектер тағайындап жатады. Дегенмен барлық жағдайда көмектесе алатын дәрі-дәрмектер жоқ. Ол дәрілер тіпті сол дәріні қабылдамаса, ұйықтай алмайтын тәуелділік туғызуы мүмкін. Бірақ кез келген емдеуді бастамас бұрын ұйқысыздығыңыздың инсомнияға байланысты екендігіне көз жеткізіңіз. Хроникалық инсомния диагнозы қойылған науқастардың шамамен 8%-ы іс жүзінде DSPD-мен, яғни сирек кездесетін генетикалық ауру ұйқы фазасының бұзылуымен ауырады. DSPD-мен ауыратын адамдар ағзасының циркадиандық ритмі, қарапайым сөзбен айтқанда бір тәулік түсінігі, 24 сағаттан ұзақ. Сондықтан олардың ұйықтау дағдылары дәстүрлі ұйқы сағаттарына сәйкес келмейді. Осы себеппен олардың белгілі уақытта ұйықтай алмауы стресстің кесірінен емес. Мүмкіншілік болса, олар өздерінің кешіктірілген кестесімен жайлы ұйықтай алады. Біздің ұйқыға кету және ояну дағдымыз өте нәзік тепе-теңдік. Ол біздің физикалық және психикалық әл-ауқаттылығымызға ауадай қажет. Осы себептерге байланысты ұйқының тұрақты режимін ұстап тұру үшін біраз уақыт пен күш жұмсауға тура келеді. Бірақ бұны уайымдап ұйқысыздыққа түспеуге тырысыңыз.